Иммун жүйесін жақсарту үшін ең алдымен ішек жұмысын жақсартып, іштегі пайдалы бактерияларды көбейткен абзал. Ішек микрофлорасын жақсартудың жолы пайдалы тамақ ішу. Иммунитетті арттыратын өнімдер мыналар: алма. Олар антиоксидантты және қабынуға қарсы қасиеттерге ие, сондықтан олар иммундық жүйеге оң әсер етеді. Қызылша. Бұл С дәрумені мен марганецтің тамаша көзі, лейкоциттердің функционалдығын жақсарту арқылы иммунитетті қолдайды. Сарымсақ саңырауқұлаққа қарсы, бактерияға қарсы, вирусқа қарсы, паразиттік және ісікке қарсы агент. Бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде ол антибиотик ретінде сәтті қолданылды. Сарымсақты иммунитетті көтеріп қана қоймай, суық пен тұмаумен күресуге де қолдануға болады. Егер сіз денеңізге тамақпен бірге келетін барлық дәрумендер мен минералдардың жақсы сіңуін қаласаңыз, йогуртты міндетті түрде диетаға қосыңыз. Оның құрамында пайдалы бактериялар, ішектің денсаулығына әсер ететін және иммундық жүйенің сенімділігін арттыратын пробиотиктер бар. Көк шай. Антиоксидантты қасиеттерінің арқасында ол рак клеткаларының көбеюін тежей алады және дәруменнің арқасында инфекциялармен күресуге мүмкіндік береді. Асқабақ иммунитетті күшейтетін дәрумендер мен бета-каротиннің тамаша көзі болып табылады. Сіз оны сәбізге немесе құрмаға ауыстыра аласыз. Балықтар құрамында фагоциттердің белсенділігін арттыратын селен мен омега-3 май қышқылдары бар. Олар суық тию мен қатерлі ісікке қарсы тұрады. Сонымен қатар ол аллергияның даму қаупін азайтады. Шалқан антиоксиданттардың, минералдардың, витаминдердің және талшықтардың табиғи көзі. Денені бос радикалдардың әсерінен тамаша қорғайды. Қабынуға қарсы қасиеттері бар және қатерлі ісік жасушаларына қарсы тұра алатын гидроксициннам қышқылының құрамы бойынша ол жоғары бағаланады.